Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет дәмді манты дайындаймыз. Етсіз көкөністерден жасаймыз. Дәмі керемет, ерекше дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ұнаса пікір жазып, және каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Тамақтың неше түрлісі бар, салаттар бар, пирогтар бар. Кіріп көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ұнымызды елеп ыдысымызға салып аламыз. Көз мөлшермен барлығы үстіне 1 шай қасық тұз саламыз да қажетті суды қойып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырын бешбармақтың қамырындай қылып илейміз. Өзіміздің отбасымызға жететіндей үлкен бір зуала қамыр иледім. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, қамырдың июі қану керек, соны күтеміз. Қамырдың июі қанғанша осылай ішіне қосатын көкөністердің барлығын дайындап аламыз. Видео ұзап кетпесін деп алдын ала турап алдым. 1 кесе капуста, 1 кесе пияз, барлығын майдалап тураймыз. Енді осының үстіне 1 кесе картошка, 1 кесе сәбіз, 1 кесе көкшөп тураймыз. Енді осының үстіне дәміне қарай тұз, қажетінше дәмдеуіш қосамыз. Мантының дәмдеуішін қостым. Енді осының үстіне шай пияламен 1 пияла май құясыздар. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болдық. Мына көкөністі фаршымыз дайын болды. Енді июі қанып тұрған қамырымызды алып, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды осылай ұн себе отырып жаямыз. Қамырымызды жайып болдық. Осындай жұп-жұқа болу керек. Енді осы қамырды 4-ке бөлеміз. Осылай қамырымызды 4 бөлікке бөліп алғаннан кейін 1 бөлігіне көкөністі салманы саламыз. 1 келке етіп жайып шығамыз. Енді қанымды ораймыз.
үлкен бір зуаладан осындай 4 табақша ханым шығады. Енді алдын ала қайнап тұрған суымызға 35 минутқа ханымды пісіріп аламыз. Міне ханым дайын болды. Тамағымыз керемет дәмді болып шықты. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көріп, ұнап жатса пікір жазып, және міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Баршаңызға рахмет.